Бұл көпшіліктің аузына түсіп, сенің нанымға айналмау керек. Түсінікті мәселе? Қауіпті ма? Қауіпті. Қай жағынан қауіпті? Адасып кетіп, жаннат дегеннің иісін сезе алмай кетуің мүмкін де сақтасын. Бірге қол берсең, бір өзі ар жағына алып шығып, намазды оқымасаң да деген сияқты. Сенің жаннатқа кіретін жолың қандай өзі? Бәлә мән әсләмә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Bugün Allah kalasa olsa ayetleri inşallahülgergenişi olamaz.
Бұл аяттарда Бисмиллахир-рахманир-рахим Аллах Тааланың қалауымен бастаған тәфсір сабағымыздың қасиетті Бақара сүресі 111 аятқа келген екенбіз. Бұл аят ең бірінші мынандай бір себеппен түскен екен. Бұл аятта мағынасына ой жүгіртіп қарағанда да түсінікті қандай себеппен түскені. Ғұламалар айтады, бұл аят ахли китап болған яһудилер және христиандарға раддия дейді. Олардың пікірлерін, сөздерін қайтарған аят дейді. Олардың пікірлері қандай еді? Айтқан сөздері қандай еді? Бұлай дейді. Вақалу, олар айтты көпше түрде. Демек, көп адамдары соны айтқан осы сөзді. Яһуди христиандар бар. Иә, яһуди және христиандардың көбі осы пікірді ойлайды және айтады. Олар айтады. Ла ядхулал жанна. Лән келсе не болады? Ешқашан деген сөз. Көбінесе ешқашан, көп ұзақ неге барады, иә? Ешқашан ядхулал жанна. Жаннатқа кірмейді. Кімдер? Илля кірседе, тек қана кіретін болады мән кәна худан әу насара. Кімде-кім яһуди болса, немесе насрани христиан болса. Яһудилер біз ғана жаннатқа кіреміз деуші екен. Сол себептен яһуди болған адам ғана жаннатқа кіреді деген екен. Енді неліктен сіз ғана кіреді екенсіз десе, кітап түскен ең әуелгі дін, әуелгі ұстаным біздікі. Біз антонау сан ғасырлардан бері сол жолмен ұстанып келе жатқан адамдармыз. Бұлай айтқанда мұсылмандылықтың ескі бағытымен келе жатқандармыз. Сендер жаңа өзді тіпті ешқандай сенім жоқ жолдарыңызға деген сияқты қылып қолды бір сырып қарайтын болған екен. Қолды бір сілтеп қарайтын болған екен. Сендердікі деп жаңағы өздерінің қиялдарын сөзге, қараңызшы, ой сөзге айналды. Бұл жалғаса келе насранилерде де дәл осындай сөздер айтыла бастаған. Яғни христиандар біз ғана жаннатқа кіреміз деген. Енді Аллах Таала қасиетті Құранды жібергенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қасиетті Құранды соңғы кітап ретінде толықтырушы бұрынғы кітаптарды Расулулланы соңғы пайғамбар ретінде жіберді. Олардың бұл әңгімелерін былай деп жауап берді. Тилка әмәниюхум дейді. Бұл айтылғандардың бәрі олардың өздерінен тоқып алған қиялдары дейді. Болды. Ешқандай құжат жоқ дейді. Құр қиял. Бұндай қиялдар сізбен бізде де көп, өте көп. Қоғамда жетеді ондай қиялдар. Атаның баласымын, ұрпағымын деп намаз жоқ, ораза жоқ. Қожамын, намаз жоқ, ораза жоқ. Немесе тағы не? Көп деген қиялдар бар, ондай қоғамда айта беретін болсаға. Ниетім дұрыс. Ниетім дұрыс. Көп, өте көп. Ендеше Құл хату бурханакум. Құл айт сен. Айт сен соларға. Ала келіңдер. Құжаттарыңызды, дәлелдеріңізді. Бурханды, мына бурха деген сөзді бөліп алатын болса, бір нәрсенің үзілген жеріне айтылады екен. Қат үзіліп қалады. Мысалы бір арқанды үзетін болсақ. Үзілгенде не болды? Мына жақ
ана жақтың бастауы, мына жақтың соңы деген сияқты шешілді да, мысалы. Дәл сол сияқты мына бурхан деген бір нәрсені анық қанық былай әкеліп үзілді кесілді қылып көрсететін дәлелге айтылады. Сондықтан айқын көрінетін. Міне мына жерден үзілді, мына жерден басқа тақырып деген сияқты. Құл хату бурханакум ин кунтум садиқин. Егер шыншыл болсаңыздар. Алла тарапынан сондай бір әңгіме айтылған болса сендерге, егер еуди қалсаңыздар жаннатқа кіресіңдер. Егер христиан болсаңыздар жаннатқа кіресіңдер. Егер ханафи болсаң тіп-тіке жаннатқа кіресің. Егер салафи болсаң тіп-тіке жаннатқа кіресің. Егер сен мысалы сопы болсаң тіп-тіке пірге қол бердің бе, болып пір өзі алып барады. Қиялдар көп па ондайлар? Бәрімізде, барлық қоғамда жетеді ондай қиялдар. Толы адам. Айтқым келгені көрдіңіз бе? Мынау яхуди мен христиандарға айтылғаны менен сіз бен бізге хидаят бұл, нұр бұл. Түсінікті мәселе? Ешкім атағымен жаннатқа кіре алмайды, жол жоқ, мүмкін емес. Ешқандай құжат жоқ оған, сен ханафимін деп кіріп кетіп, ханафизм кіре бер, періште жоқ о жерде. Қызым саған айтам келді. Түсінікті мәселе? Салафисің ба? Кір ішке. Ондай жоқ. Шафиғисің ба? Кір ішке. Жоқ ондай. Кез келген ұруға бөлініп атқан, тайпа басқаға бөлініп атқан, жаңағы өздерін сондай бір жаннатқа кіретіндей қылып бір атақтың астында, бір тудың астында жинасы соның астында кіріп кетеді деп ойлап жүргендердің барлығына осы аят деген раддия. Негізі себебі нүзулын қарасақ христиандарға, еврейлерге айтылады. Ол әу баста түскен кезде. Кейін мұсылмандардың өзі бұл қателіктерді, мынандай хадис тура келіп тұр да мына жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Сендер бұрынғылардың істегендеріндей, сендер бұрынғылардың жолымен жүресіңдер, соншалықты кесепке інне кіріп кеткенде, сендер де кіріп кетіп артынан. Кіріп кетуге дайынсыңдар. Солардың басқа аяқ іздерінің артымен басып, солай кетіп баратырмыз, Алла сақтасын. Қалай? Еудилер айтып еді, біз ғана жаннатқа кіреміз. Тап сондай сөзді қазір мұсылмандардың бір топтары айтып жүр. Біз ғана жаннатымыз. Жаннаттың бір есігінен бір уақытта, енді бір риуаяттар 40 мың. Мысалда, бір уақытта 40 мың. Енді бұл риуаяттың аржағын қарау керек дегенмен, пәленбай мың дейші. Көп. Бір уақытта бір кіргізілгенде мысалда. Яғни ені былай айтқанда бір қақпасының өзінде бір қақпасынан кіретін болса, пәленбай мың адам бір кезде бірден кіре алады. Сондай ұлы жаннатты біз ғана, мен ғана кірем. Біздің адамдар ғана кіреді. Қалғандары ше, қалғандар бәрі тозақ, Құдай сақтасын. Не деген қиялдарда олар? Бәрі тоқыма. Өздерінен тоқып алған. Аллах Тағала бірақ сөз айтады. Tilka amaniyum дейді. Өздерінің жасап алған қиялдары бұлар дейді. Құл хату бурханакум. Хатуның түбірі әти. Яғни әту. Раббана әтина дейміз ғой, не дегені? Бізге бер. Жақсылық бер бізге. Сол әти, бер, алып кел. Сондықтан кейін бұны әти, екеуінің махражы бір жақын болғандықтан деген сияқты қылып, бұны енді бір ғұламалар осындай пікір білдіреді. Кейбір ғалым ғұламалар да басқа пікірлерді. Яғни ол әти, юхати, мұхататан деген сиғалар бар, солардан алынған сөз деп келтіреді әтуінің түбірі. Енді бұлай айтқанда бұл аят үлкен негіз. Сіз бен біздің саналарымыздағы тоқып алған тоқмалы ойлардың бәрін құртуға. Түсінікті мәселе? Бізге қашанда не керек? Негіз керек, негіз. Құран аятынан бар ма? Хадистен бар ма? Онда, алхамдулилля, ғалым ғұламалардың пікірі бәрі осы
сіздің ойлап тұрғаныңыздай келіп тұрма Құран аяттан хадистен бәрі онда болады екен. Ал басқасы бәрі қабылданбайды. Еш ренжімеу керек ешкім. Мен бұл жерде ханафиліктерді, Құдай сақтасын, бір жаңағындай жәннатқа кірмейді, немесе сәләфи, немесе шафии, немесе басқа деп атаған, жоғарыдағы атағандарын олар кірмейді, бәрі қиялдап жүр деген ойдан адамын, деген сөзден адамын. Кім қалай ойлайды мен білмеймін, бірақ мен бұл жердегі мәселе андай қиял болмау керек. Яғни, қараңыз, біреу айтуы мүмкін да ханафимін деп, бірақ наркотик сатады. Намаз оқиды, наркотик сатады. Сен ханафи бол, кім бол, қиын мәселең. Солай емес пе? О жерде сен ханафимін дегеніңе ертең жәннатта періштелер, сен ханафисің ба деп кіре сал дейтін, ол жер онда емес. Түсінікті мәселе? Сәләфимін дейді да, сәләфи, бұрынғылар, ізгілердің жолымын дейді да, бірақ наркотик немесе басқа мен айналысып қалмайды. Ол пендешілігі, әрине әркім өзіне топырақ шашпен бір топтың ішінде болып атқан бірдеңен ешқандай әңгіме жоқ. Өздері, әр адамның өзінің жеке жасап жатқан қателік күнәсі, ол Алланың алдында, Алла бәрін де кешірсін дейміз. Бірақ бұл көпшіліктің аузына түсіп, сенім нанымға айналмау керек. Түсінікті мәселе? Қазір бар сондай нанымдар бар. Пірге қол берсең, пір өзі ар жағын алып шығады. Намазды оқымасаң ба деген сияқты. Алла сақтасын. Тіпті сол пірдің өзі айтпаған шығар, бірақ бар ма наным сенім? Бар. Қауіпті ма? Қай жағынан қауіпті? Адасып кетіп, жәннат дегеннің иісін сезе алмай кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Түсінікті мәселе? Сондықтан қандай да бір құжат, дәлелсіз бір пікірлер, ойлар келеді, ол наным сенімге айналмау керек. Түсінікті? Бәлі, 112 аят. Бәлкім мынандай болады дейді, жәннатқа баратын жол. Енді Алла Тағала бұның бәрі қиял деді ғой. Уа Раббым, енді сенің жәннатқа кіретін жолың қандай өзі? Бәлә мән әсләмә. Кімде-кім әсләмә. Тәслим болса, өзін, тәслим деген мысалы қараңызшы. Тұтқынға түскенде адам не істейді? Қол көтере ме? Болдым, сенің дайынмын дей ме? Менің ешқандай қолымнан дым келмейді. Сен не бұйырсаң, мен соған қарай кету керек. Яғни, қол көтеру керексің Аллах Тағаланың мынау түсіріп атқан кітабына, жіберген пайғамбарына қарай. Біз намазға тұрғанда неге бүйтеміз? Неге Аллаху акбар? Қолдығыңа келдім, Алла. Түсінікті мәселе? Құран оқы дейсің ба? Болды, Құран оқимын. Рүкуға бар дейсің ба? Құраннан кейін. Болдым. Сәжде етем, Раббым. Бұның бәрі хикметсіз емес. Бұның бәрі бағыт. Аллах Тағаланың көрсеткен бағыт. Бәлә мән әсләмә вәжхәху, вәжх деген лилләх, Аллаға қарай бұрған болса, вә хуа мухсин, және де ол ізгі жанға айналса, яғни ұстанымы сол болды. Бір-екі рет, бір-екі уақыт азғана намаз оқыпты, немесе бір азғана кішігерім бір жақсылықтармен айналысыпты, ар жағы жоқ. Сәл әдемі келе жатқан еді, ар жағы жоқ. Онда емес. Ол ұстанымға, бұлай айтқанда, ол сол амалдар неге айналып кеткен? Өміріне айналып кеткен. Түсінікті? Өмір бойы осы ұстаныммен бара жатады. Міне Аллах Тағала осыны көрсетті. Бұл жердегі енді уәжі. Тікелей аударғанда 100 деген мағынада, бірақ жоқ 100 емес ғана. Түсінікті? 100 ғана емес. Бүкіл адам, бүкіл жан дүниесімен, тәнімен,
берілсе деп жатыр Алла Тағала. Сондықтан ва хуа мухсинун, өзі де ізгі жанға айналса не болады? Фалаху ажруху айнда рабби, Алланың құзырында бар, сыйақысы бар. Алланың құзырында. Оған бір не бар? Үлкен бір сый бар. Ол сый ғой. Сый деген қуаныш алып келеді, я? Сыйлық деген қуаныш алып келеді. Ал енді бір қорқыныш, уайымдар деген нәрселер болады. Оны қалай сейілтамыз? Өзің қуанып тұрсың, бірақ уайымың бар, артыңда ұрпағың қалай болады екен? Өзің қуанып тұрсың, жәннатқа қарай кетіп баратқан сияқтысың, бірақ уайымдап жатсың, ата-анаң қалай болады екен? Өзің жәннатқа қарай кіріп баратқан сияқтысың, бірақ шәкірттер қалай болады екен? Уайымдап жатсың да. Аллах Тағала айтады: «Фала хауфун алейхим» дейді. Қорқыныш болмайды. Аллах Тағала түгелдей қорқынышты да не қылып жібереді? Жоқ қылып жібереді, сейілтады. Керек болса сен қуануың үшін Аллах Тағала оларды да апарып жәннатқа кіргізейін деп тұр. Сондай да. Яғни Аллах Тағала бүкіл сыйы менен қоса қорқынышыңды, уайымыңды алып тастайды. Вала хум яхзанун, және оған ешқандай уайым да болмайды, қайғы да болмайды. Сондықтан мәселе. Сондықтан өмірлік ұстанымды Аллах Тағала осылайша біздерге осы аяттармен баяндады. Мән бұл жерде шартия. Кімде-кім шарт етті. Кімде-кім әсләмә вәжхаху лилла ва хуа мухсин. Егер кімде-кім Аллаға шынайы беріліп, өз ізгі жанға айналса, енді жауабы шарт деген болады да. Яғни сонда не болады деп сұрақ пайда болып жатыр да, көрдің бе? Жауабы шарт, мына жерде не болып жатыр? Фалаху ажруху инда рабби ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Яғни кімде-кім анандай ұстанымға барса, өмір бойы жақсы адам, ізгі адам болып айналса, онда оған Аллах Тағаланың құзырында сый бар. Сый бұл жерде жәннат. Әжір жәннат. Жәннаттың нығметтері. Фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Не қорқу да жоқ, не уайым да жоқ. Қорқыныш қай жаққа қарай болады дедік? Артында азға қорқақтарында. Адам мысалы келешектегі нәрседен қорқып тұра ма, уайымдап тұра ма? Немесе бұрынғы нәрсені уайымдап тұра ма, қорқа ма? Бұрын өтіп кеткен заттан қорқасың ба? Уайымдайсың. Сондықтан неден қорқасың? Болашақта болайын деп жатқан нәрседен. Тіпті істеп кеткен нәрсен бұрын шығар, бірақ зияны кейін келетін сияқты болып тұрса да, алдағы өмірде, түсінікті? Алдағы өмірде болатын болғандықтан. Мысалы адам пендешілікке салынып, бір нәрсені бұрын бір қателікті істеп қойған болуы мүмкін. Сол ашылып қалып, енді бір зияны келейін деп жатқан болуы мүмкін болашақта. Қорқыныш бар ма? Қорқыныш бар. Көрдіңіз бе? Қорқыныш болашақта болады. Уайым өткен шақта. Өткен шақ, артта қалдырып жатқан дүние, басқасы қалай болады, ұрпақтарым қалай болады, бәрін қалдырып барасың ғой, дүниеден өтіп баратқанда. Уайымдап барасың да. Сондықтан ал бара жатқан жағың алдыға қарай ғой, қорқып тұрсың да. Қалай болады, алдымызда қабір бар, ар жағы сырат бар, махшар бар, кете береді ғой. Жәннатқа дейін бір талай жерлер бар, қалай болады деген сияқты. Бұның бәрі бірақ қорқыту үшін ғана емес, Алла сақтан қорқыту емес. Алла Тағала бұны тек ескерту ретінде момындарға айтады. Сондықтан мәселе, яғни біз бұлай ойламауымыз керек. Қабірде тек қана азап бар деп. Қабірде не бір нығметтер бар. Қабірде не бір нығметтер.
тар болғанмен ішін Алла Тағала сондай кеңейтсін, көз көретін жерге дейін. Қараңғы деп ойлап отқаныңды Аллах Тағала бір жарық қылсын, күн сәулесі түсіп тұрғандай кәдімгідей. Қабірдің ішіндегі жатқанда хош иіс жәннаттан аңқып тұрады. Сен мына жерден өлсең де жәннаттың иісін сезе алмайтындай жүресің мысалы. Бірақ қабірге барғанда ол басталады ол. Нығмет, жаңа нығметтер, көрдіңіз бе? Бұны айтып жатқан себебіміз не? Андайда өлімнің өзін бір жаман көрсетіп алған біреулер. Олай емес. Адамның өмірі соншалықты құнды қылады Аллах Тағала. Ұстанымы, нанымы, сенімі түзетіледі. Мысалы қараңызшы, аят біздердің наным сенімімізді түзетіп жатыр. Қиялмен жүрме дейді. Өзіңнен тоқып алған ойлармен жүрме дейді. Нақты Аллах Тағаланың бұйрығы, нақты Аллах Тағаланың уәдесі, сонымен қарай жүріп келатсың, иә? Бұл өмірді Аллах Тағала соншалықты құнды қылып берді. Ва хуаллази жа'ала лакум ма фил арди жамиа. Ол Аллах Тағала бүкіл жер бетіндегі нығметтерді кім үшін жаратты? Біз үшін жаратты. Енді осынша сыйға бөлеп атқан, нығметке бөлеп атқан Аллах Тағала өміріңді құнды қыл деп бұйырады. Құндылық қай жерде? Наным сенімнің дұрыстығында, іс амалдың мұхсинун, ізгі жанға айналасың, ізгілік, жақсылық жасап жүресің, қандай, қай форматта болмасын. Сосын жаңағы сенде бір арман болады. Мен кеткенімде де, бұл өмірден кеткенімде, сонша нығметтермен, сонша құнды өмірді тастап бара жатырмын. Мынандай тілек басталады. Уатаваффана ма'ал абрар. Біздерді өлімімізді де ізгі жандармен бірге, ізгіліктің ішінде болуыңызды нәсіп етті. Яғни, қараңызшы, өлім тілеуге болмайды, өлім тілеуге болмайды. Бір қатты қиналған кезде Аллаға олай тілеуге болады дейді хадисте. Мысалы, я Алла, маған өмір сүру қайырлы болса, өмір сүру болмаса, өлімімді нәсіп ет деген бір рұқсат бар хадистерде. Бірақ өлім ешқашан тілеуге болмайды. Дегенмен бірақ ізгі жандардың тілектерінің ішінде Әли Имран сүресінің сүресінің соңғы аяттарында келетіні Аллах Тағаланың өзі үйретеді ізгі жандардың дұғаларын. Раббана ғфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар. Не дегені? Раббымыз бізді кешір, күнәларымызды, қателіктерімізді, және біздерді ізгі жандармен бірге, ізгілікте, жақсылықта өзіңе қауыштыр. Қараңызшы, яғни өліміңнен де бір үлгі өнегені жоспарлап жатыр Аллах Тағала. Әшейін болып кетпесін деген сияқты. Не деген керемет деймін, не деген бақытты мысалы. Кім осылай біздерге үйрете алады мысалы? Кім Алладай біздерге осындай тура жолды сыйлай алады? Міне Аллах Тағала осылайша біздердің наным сенімімізді түзетіп жатыр. 113 аят. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Еврейлердің қиялдары мынандай ойға да барған. Христиандардың ар жағында ешқандай бір негіздері жоқ, түкке тұрмайтын, сондай бір наным сенімде, ұстанымда жүрген адамдар деп айтады болған. Еш жерге бармайды. Христиандар еврейлерді солай деп айтады болған. Бір-бірін қазіргі тілмен айтқанда признавать етпейді. Тіпті қазір мысалы, қазіргі заманмен айтсақ,
Россия мен Украина екеуі де христиан емес пе? Екеуі де христиан. Қоя салса болады ғой деген сияқты ой келеді. Діндері бір ғой деп та. Діні бір ғой деп. Жоқ. Бір-бір. Енді ойлап қараңыз, еврейлерді мүлде соқты мәселе. Сондықтан бір-бірін мүлде есептемейтін болған ғой. Бұл ұстанымдарына Аллах Тағала былай дейді, қараңызшы. Оғым ятлунал китаб дейді. Нендей желкенішті. Оғым олар дейді. Ятлунал китаб. Кітап иелер, кітап оқыған адамдар бұлар. Кітап оқыған, кітап деген Алла тарапынан түскен болса, әл-китап мына жерде Таурат пен Инжилді айтылып жатыр. Түсінікті? Оғым ятлунал китаб, олар Инжил мен Тауратты оқыған адамдар. Яғни біздерге міне Құран түскендей, Құран түсіп тұр, соның өзінде осы аяттарды елеместен біз қиялдарымызбен кәдімгідей өмір сүріп, ең соңында да бүкіл күнәға белшемізден батып, бәрін істеп, бүлдіріп, наным сенімімізді қиялдардан құралған, жәннатқа қарай кетіп баратқан бейғам адамдарға ұқсап кеттік та, олай айтқанда. Түсінікті мәселе? Аллах Тағала олай емес дейді. Бұған жол жоқ дейді. Еврей христиандардың бүкіл несін бізге көрсетті, көрдіңіз бе? Дәл осындай мәселе болып жатқан жоқ па қазір қоғамда? Бір топ көтеріліп, өзінен басқасының бәрін тозақта дейді. Ол басылап, Аллаға шүкір, үкіметіміз бар, бүйтіп басып тастайды, ар жақтан тағы бір шығады. Мұнаны басып тастайды, ар жақтан тағы бір шығады. Құран тұр, сонда да аласы отыр. Алла Тағала уағым ятлунал китаб деп ерекше қылып айтып отқан себебі сол, көрдіңіз бе? Сен айтып отқан сөзіңді бір Құранға салшы. Алланың сөзі ғой мынау. Сенің айтып отқан мынау, сенің өзіңнің құрған стандартың мен Алланың стандарты сай келе ме, келмей ме? Бір ойланшы. Сосын барып айтшы. Аллах Тағала қасиетті Құранды 5 уақыт намаз деп тұрса, ораза деп тұрса, ізгілік деп тұрса, жағдайың жаңағы дүниең бар болса зекет деп тұрса, дүниең бар болса бір рет қажылық деп тұрса, отырған жеріңде дүниенің барлық анау-мынау, енді былай айтқанда леви прави бәрін араластырып, өзіңше қиял құрып алып, ол намаз оқымасаң да бірге қол берсең, я мысалы намаз оқысаң да біз сияқты оқысаң болды, біз деген осылай ғана оқимыз деп басқа сүннетпен оқып атқандардың бәрін сен жоққа шығарып, Алла сақтасын, такфир қылып. Жол жоқ. Өте сақ болуымыз керек. Еврей христиандарға ұқсап қалмауымыз керек. Орта жол бар, орта жол. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Аллах Тағала осылайша сендерді орта үмбет қылды дейді. Орта жолды ұстанады. Еврейлер сияқты қатты, жаңағы христиандар сияқты жеңіл, орта жолмен әдемі келеді. Сондықтан мәселе, осы жолдан таймауымыз керек. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Міне. Бұрынғы мұфассир ғалымдарды қарасаңыз, бұлай дейді. Дәл осылайша білмейтін адамдардың да сөзі осыларға ұқсады дейді. Білмейтін адамдар. Яғни мүшриктерді деп тәфсірлер келтіреді. Мүшриктер дейді. Қазір мүшриктер емес, мұсылмандардың өзі сондай болып кетті, Алла сақтасын. Сондықтан мәселе өте қиын. Айтылған сөз, атылған оқ демекші, кейде айтылып жатқан сөзде, ар жағында Алланың стандартына сай келмейтін мәселе жатпасын. Сондықтан ар жағында қиялдар мен тоқылған сенім жатпасын. Сондықтан мәселе өте көп. Фаллаху яхкуму байнахум. Аллах Тағала үкім етеді олардың араларында.
еврей христиандардын эртең кыяметте акыйкый сот со жакта болады. Кәне алып келиңдер көрейік. Сендердің мәселелеріңізді талқылай кәне. Не мәселеде ихтилаф болды сендердің? Әкел көрейік. Дәптерлері ашылады сол кезде. Сен жәннатты айтып атқан кезде мына жақтан ішіп атқан екенсің. Мына жақтан Құдай сақтасын нарко дейік, мына жақтан басқа бір боқтардың бәрін, зина, Құдай сақтасын, ысырап, бәрін араластырып отырып, сөзіңде жәннат, ол сенің стандартың дейді. Ол қиял ғана дейді. Әкел шешейік мәселеңді. Сен қайда баратыныңды көр дейді. Сондықтан мәселе? Сондықтан бұл аяттар нағыз сенім аяттар ғой, көрдіңіз бе? Адамды орвинге салатын, рамкадан шығармайтын аяттар ғой, көрдіңіз бе? Осы аяттардан ғұламалар айтады, түсінетініміз дейді. Түсінетініміз. Қазіргі таңда да кейбіреулер бір арқайым болып қалады ғой, мен ана пәленшенің ұрпағымын, түгеншенің ұрпағымын деген сияқты. Ондайға жол жоқ дейді. Сен ұрпағы болып салиқалы ізгіліктің жолын ұстансаң, онда әрине о кезде двойной, дәрежелі. О кезде екі есе болады. Неге? Ата-бабаңда мұсылман, ата-бабаңда жақсылықта болған, ұрпағы да жақсылықта, онда әдемі керемет. Одан басқа тек пәленшенің ұрпағымын, соның жаңағындай несімін деген жаңағындай танысымын, немесе шапанын маған беріп кетіп еді. Бар сондай адам. Алла береке берсін. Алла Тағала баршамызды өзінің стандартымен жүруімізді насip etsin. Subhanallah.